Саламатсыздар ма, балалар? Саламатсыздар. Кезекті сабағымызды бастаймыз. Ана тілі сабағы. Бүгін біздер жаңа тақырыбымыз өтетін жуан және жіңішке дыбыстар және балақайлар әні деген. Ал қане кітабымыздың бетін ашып қояйық. Жуан және жіңішке дыбыстар деген ашыққа балақайлар әні деген 10-шы сабақ. Бүгін өтетініміз біздер тапсырма екен. Бірінші жаттығудың тапсырмасын қараш берейікші, балалар. Қандай тапсырма? Қандай тапсырма? 10-шы сабақта. Өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Солай ма? Өлеңді мәнерлеп оқу екен. Ал қане өлеңді мәнерлеп біздерге кім оқып береді екен? Кім оқи алады өлеңді мәнерлеп? Жақсы, қане Камила оқи ғой, даусын шығарып, қатыла. Ардақтаймыз атаны, аялаймыз әжені. Атам қандай ақылды, әжем қандай әдемі. Атамдай ойнатайды, ботатай. Әжемтай, шүпірлейді, шөжетай. Балалар, бұл оқыды ма, Камила? Ардақтаймыз атаны, аялаймыз әжені. Атам қандай ақылды, әжем қандай әдемі. Атам ататай, ойнақтайды ботатай. Әжетай, шүбірлейді шөжетай. Жақсы, дұрыс оқыды ма, мәнерлеп балалар? Ал жақсы балалар, осы өлеңнің ішінде шүпірлейді деген сөз кездесті. Солай ма? Шүпірлейді деген сөз. Қасында қандай белгі тұр, балалар? Қарап шығыңдаршы, қандай белгі тұр біздерде? Сандықша тұр, олай болса сөздік, жаңа сөз екен. Шүпірлейді деген сөздің мағынасы, балалар, бір адамның қасына топтасып жиналуды айтады, Көбіне біз ата әжеміздің қасына шүпірлеп барлығымыз жиналамыз. Солай ма? Шүпірлейді деген сөзді, жаңа сөз біз сөздікке қосып қояйық, сандықшаға қосып қоямыз. Шүпірлейді деген сөзді есімізге сақтап жүреміз. Ал жақсы. Балалар, өлең кім туралы болды? Әже ата туралы болды, дұрыс айтасыңдар. Әже деген кім? Анамыздың анасы. Ата деген кім екен? Әкеміздің әкесі. Біздер ол кісілерді жақсы көреміз ба? Жақсы көреміз екен, Әжемізді жақсы көреміз ба? Айтқанын тыңдаймыз ба? Ол кісілерді не істеуіміз керек біздер? Сыйлауымыз керек, дұрыс айтасың көркем. Ол кісілерді сыйлауымыз керек, құрметтеуіміз керек, Үйде қай жерде отырады ол кісілер? Қай жерде отырады? Есік жақта отыра ма, әлде төрде отырамыз? Төрде отырады, үлкен кісілерді біз құрметтеп төрге отырғызамыз. Жақсы. Ал балалар, енді осы ата деген сөзді буынға бөліп көрейікші. Екі буын бар екен, Екі буын бар екен. Ата деген сөзде екі буын бар екен. Ал жақсы, енді осы ата деген сөзді дыбыстық талдау маған жасап береді екен. Айқайламаймыз, қолымызды тек жай ғана көтереміз. Бейбарыс келе ғой. Дыбыстық талдау жасап бере ғой. Ал жақсы, келесі қандай сөз? Әже деген сөз екен, Әже деген сөзді қане аяғы келе ғой, дыбыстық талдап жасап бере ғой. Ал келесі мынадай сөз екен, Бұл не балалар? Бота. Бота дегеніміз түйенің төлі, Ал жақсы, бота деген сөзге алдияр келе ғой дыбыстық талдау жасап бере ғой. Қандай түсті алар? Дыбыстық талдау жасап.
Жақсы, жарайсыңдар. Ата, әже, бота деген сөздерге біз дыбыстық талдау жасадық. Ал балалар, енді біздер бірнеше күннен бері дыбыстар туралы айтып жатырмыз, иә? Дыбыстар қандай екі топқа бөлінеді дедік? Екі топқа бөлінеді дедік. Қандай екі топ? Дауысты және дауыссыз, дұрыс айтасыңдар. Дауысты дыбыстар қалай айтылады? Қалай айтылады? Созылып айтылады, дұрыс айтасыңдар. Аузымыздан шыққан ауа еш кедергісіз созылып айтылады екен, иә? Қане, дауысты дыбыстардың біреуін айтып көрейікші. Қандай дыбыс? Дауысты дыбыс, дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Енді дауыссыз дыбыстар. Неге дауыссыз дыбыстар дейді? Иә? Созылмайды, дұрыс айтасыңдар. Ауыздан шыққан ауа кедергімен шығады. Кедергімен шығады, дұрыс айтасыңдар. Жақсы, керемет. Балалар, енді бүгін әрі қарай біздер сол дауысты дыбыстарды тағы да екі топқа бөлеміз дедік. Естеріңде ме? Біз өткен сабақта айттық, иә? Дауысты дыбыстарды тағы екі топқа бөлеміз дедік. Олар қандай екі топ екен, балалар? Қарайық. Жуан, жіңішке. Дауысты дыбыстар қандай екі топқа бөлінеді екен? Жуан және жіңішке екі топқа бөлінеді екен. Ал енді қарайық, балалар. Дауысты дыбыстарды біздер білеміз. Жаңа өздерің айттыңдар, дыбысы деп. Енді сол дыбыстарды айтқан кезде жуан айтылатын және жіңішке айтылатын түрлері бар екен. Мысалға десек, қалай ойлайсыңдар? Қандай? Жуан бола ма, ол жіңішке бола ма? Жуан болады, иә? Кім жіңішке деп отырған? Неге жіңішке? Десек. Жуан ғой, иә? Ал десек, жіңішке айтылады екен, иә? Екеуінің айтылуында ерекшелік бар ма? Жоқ па, бар ма? Иә? Бар, жуан айтылады. Десек, олар жуан айтылады екен, иә? Ал дейтін болсақ, онда олар қалай айтылады? Жіңішке айтылады. Олар дауысты дыбыс, дұрыс айтасың, жалғасы. Ал жақсы, енді қазір осы жуан жіңішке дауысты дыбыстарды есімізге сақтауымыз керек. Қане, барлығымыз бірлесіп айтып көрейік. Келесі жіңішке дауысты дыбыстарды айтайық. Есімізге сақтап аламыз, жақсы ма? Ал жақсы, енді есімізге тағы да сақтау үшін енді қазір біздер жазу жұмысын орындаймыз. Ол үшін дәптерімізді ашайық, қане. Оқулықтағы екінші жаттығуға назар аударамыз. Екінші жаттығуда қандай белгі тұр қасында, балалар? Ненің суреті тұр жаттығудың қасында? Жазу, дұрыс айтасың, Ажар. Қане, тапсырмасын Ажар оқып жіберсін. Қане, барлығымыз тыңдаймыз. Ажар тапсырмасын оқи ғой. Көркем жаз сөздердегі дауысты дыбыстар жуан ба жіңішке ме? Балалар, бірінші барлығымыз бүгінгі күнді жаздық. Енді біздер нешінші жаттығу еді? Көркем жазу бүгін қандай әріп, балалар? Ж. Қане, жыны көркем етіп жазып алайық бірінші. Ж. Бас әрпін әдемі қылып жазамыз және қасына кіші әрпін элементтерін сақтаймыз. Ж. Бәріміз бір жолға толтырып, бас әрпін және кіші әрпін жазып шығамыз. Екінші жаттығуды көркем етіп көшіріп жазамыз. Екінші жаттығуды жан-жаза етіп көркем етіп көшіріп жазамыз. Аталар сөзі ақылдың көзі дейді. Екінші жаттығу, иә? Жоқ, кеткен адам көрген жазамыз. Әріптерді әдемі етіп жазамыз.
Көреміз. Жазып болдық, иә? Олай болса, қазір жазып болған мәтінді маған оқиды, қане. Алдияр, оқи қойшы, дауыстап. Жазғаныңды оқи қой, дәптеріңнен жазғаныңды оқи қой. Аталар сөзі, ақылдың көзі. Енді Алдияр, аталар дегендегі сөздің дауысты дыбыстарын айта қойшы. Аталар деген сөздегі дауысты дыбыстарды айта қой. Дауысты қайсы атын айтшы? Дауысты қандай мынау? А, сосын. Мынау қандай? Дауысты А және А. Енді қарайық, балалар, аталар деген сөзде 3 дауысты дыбыс бар екен, солай ма? Біріншісі қандай дыбыс? А, екінші А, үшіншісі А. Үшеуде қандай дауысты дыбыс балдар? А дедік қой, енді жаңа біз дауысты дыбысты 2 түр болады дедік қой. Біреуі қандай дедік? Жуан және жіңішке. Енді аталар деген сөзде 3 дауысты дыбыс болса, үшеуде қандай дыбыс болды? Қандай дауысты? Жуан дауысты дыбыс болып тұр. Алдияр, жуан дауысты дыбыс болып тұр. Сондықтан аталар деген сөз жуан сөз болады екен балдар. Енді қасындағы екінші сөзді Азиза оқи қойшы. Екінші сөз қандай сөз? Дыбыстарды айта қой. Және Енді қарай, және деген дауысты дыбыстар жуан ба, жіңішке ма? Жіңішке. Сондықтан сөзі деген сөз жуан сөз бола ма, жіңішке сөз бола ма? Жіңішке сөз болады екен. Керемет. Келесі сөзді Бағжан оқи қой. Келесі ақылдың. Енді дауысты дыбыстарды ата осы жердегі. Енді қарайық, бұл дауысты дыбыстар жуан ба, жіңішке ма? Жуан. Сондықтан бұл сөзді қандай сөз дейміз? Жуан сөз дейміз, иә? Керемет. Бағжан дұрыс айтты ма, балалар? Дұрыс айтты. Келесі сөзді, соңғы сөзді Гафур оқи қойшы. Ақылдың дегенді, мынаны оқи қой. Көз. Иә? Көзі. Енді дауысты дыбыстарды айта қой. Дауысты дыбыстар қайсы? Иә? Және не мынау? Белгілеп қойыпсың өзі. Иә? Және жуан дыбыс па, жіңішке ма? Жіңішке. Сондықтан көзі деген сөз қандай сөз болады екен, балалар? Жіңішке сөз болады. Міне балалар, егер сөздегі дауысты дыбыстар жуан болатын болса, онда ол сөз жуан сөз болады. Егер ондағы дауысты дыбыстар жіңішке болатын болса, онда ол сөзді қандай сөз болады екен? Жіңішке сөз болады екен. Керемет. Енді балалар, қазір мен сендерге мынадай тапсырма беремін. Мынадай кесте беремін. Осы кестеге
қажет әріптерді жазуымыз керек. Енді сендер дәптерлеріңді жаба қойыңдар, кітаптың ортасына сал, бізге кедергі жасамасын. Кітаптың ортасына саламыз. Бір шетке қоя қойыңдар, қартаның шетіне қоя қойыңдар. Ал енді ақылдасып отырып, өздерің топпен қандай әріпті жазуға болады, қандай сөз шығару керек, екі сөз құрастыру керек сендер топпен. Жақсы ма? Жан ақылдасып отыр. Бағжан неңді кітабыңды шетке қоян жерге. Кітаптарыңды шетке қойыңдар, жауып тастаңдар. Ақылдасып отырып, өздерің шешіңдер. Қалай, қандай әріп жазуға болады? Бірлесіп отырып орындарыңдар. Бірлесіп отырып орындарыңдар. Market marketмен алып Болды-ау деймін. Ал қане. Так, мына топтан кім шығады бізде? Амина келіп, неңді алып шыға қой. Топтаға. Міне яқтан. Кім алып шығады? Емін келіп алып шығады. Келіп отаға алып шығыңдар, көрсетіп тұрайындар. Так, мына топтан кім шығады? Алина топтан. Кел, артынан шығады. Қане, Сұлтан далда келіп алып шығады. Ал қараймыз. Жазған сөздерімізді қарашамыз. Ал қане. Асылжан, қандай сөз жаздыңдар? Қандай сөз жаздыңдар? Бірінші топ? Айта ғой. Әнім дейді, бірақ не бар екен балалар? Мына жерде не болу керек? Қандай? На болу керек, я? Дұрыс па балалар? Дұрыс емес, аяғымыз тоқырлады. Екінші сөзді қараймыз. Екінші сөзі дұрыс па? Қане екінші сөз дұрыс? Отыра қой. Так, оқи қой. Тыңдаймыз. Бірінші сөзіңді оқи қой, Амина. Көзі деп тұр, жаны оқып тұр бізде. Көзі. Дұрыс па балалар? Екінші сөзді оқимыз. Сызғыш дейді, бірақ қарақшы. Сызғышы деп тұр. Шымен аны орнын ауыстырып жіберіпсіңдер. Не дейміз? Аяқ. Жақсы. Келесі қатеңізді түзетеміз. Ал қандай сөз жаздыңдар? Қандай сөз жазған балалар қарайықшы? Ерін дейді. Дұрыс па? Так, келесі. Бұлан дейді. Дұрыс па? Керемет. Міне ешқандай қатесі орындаған екен алады. Міне яққа қараймыз. Оқи ғой, қандай сөз жаздыңдар? Күріш дейді балалар. Дұрыс па? Екіншісі тағы да күріш. Басқаша қалай жазуға болатын еді? Тек екеуінде де күріш деуге беріліп қой, иә? Күрек деуге болатын еді, иә? Күрек деуге болатын еді. Жақсы, ештеңе етпейді. Бір сөз дұрыс жазған екенбіз, иә? Бір ғана шапалақ соға. Керемет. Енді балалар, жақсы, біздер жетіспейтін әріптерді таптық. Енді орнымыздан тұрайықшы. Орнымыздан тұрайық. Не қараймыз, шашымызды тараймыз, теріліп демалып, бойымызды жасайық. Секірейік, күлейік, қорғайық, күлейік, отырайық, демалып жасайық. Енді балалар, тақтаға назар аударамыз. Тақтаға назар аударайық. Мына жерде біздерде күлтешелер, әдемі гүлдер тұр. Әдемі гүлдер тұр. Гүлдің ортасына назар аударайықшы. Қандай дыбыс? Қандай дыбыс? Қандай дауысты дыбыс еді бізде? Қандай дауысты дыбыс? Жуан дауысты дыбыс. Жуан дауысты дыбыс. Айналасында қандай дыбыстар тұр бізде? Дауысты ма? Дауыссыз дыбыстар тұр. Енді екінші күлтені қараймыз. Екінші гүлдің ортасында қандай дыбыс тұр? Қандай дауысты дыбыс? Жіңішке дауысты дыбыс. Айналасында қандай дыбыстар тұр? Дауыссыз дыбыстар.
Енді біздер ортасындағы дыбысты және сыртындағы нүктелерді пайдаланып сөздер құрастыруымыз керек. Айқайлаймаймыз. Так, енді қазір бір-бірлеп айтамын, сол балалар ғана орындайды. Так, келесі. Айқайлама, Даяна келе ғой. Жан дұрыс орындады ма балалар? Қане қол соғай. Қайсысын аласың? Даянаға көмектесейік, қандай сөз жазамыз? Қол дейді. Қол дейді. Ал, қын алады. Қане қол? Лы жоқ дұрыс айтасыңдар. Бірақ қ дыбысынан басталатын басқа сөз құрауға болады ғой біздерге. Қ, сосын. Қор деуге болады дейді. Қане, қ, сосын. Сосын. С. Так, енді үш қана отыра қойдайына. Айқайлаған балдар шықпайды. Айқайлаған балдар шықпайды. Зере келе ғой. Зере де біледі. Қандай? Міне үшеуінен құрай ғой. Бірінші қандай әріпті алады? Зереге көмектесек. Тор дейді. Бірінші қандай әріпті қоямыз? Түзей ғой. Айқайлаған балалар шықпайды. Жақсы, отыра ғой. Ернұр келе ғой. Айқайлама. Ернұр келеді. Ала бер. Так. Лет деген сөз бола ма балдар? Манадан бері келесі айтып өтейік. Лет деген сөз болмайды ғой? Қойш құрсын, мына жерден күлтелерден. Ажап келе ғой, зев жібер. Ернұрдың қатесын зев жібереміз. Леттің орнына, қының орнына қойш құрсын. Тез дейін деп жатсың ба? Жақсы. Тез дейін. Ала ғой. Қапшаңды деп. Дұрыс па? Дұрыс па балалар? Келесі мияқтан шығады. Камера келе ғой. Қандай сөз құрастыруға болады? Бер дейді. Ал жалғасбек жазамыз. Солай бола ма?
Солай бола ма балалар? Теріс қарай жазып қойдың ғой жалғаспен. Былай болмай ма? Жалғаспен тағы дұрыс орындамады. Иса әкем түзей қой. Иса әкем түзей қой. Дұрыс бұл? Қандай сөз шықты Иса? Дер деген сөз. Ал сонымен балалар біз кілтешелерден не құрастырдық? Сөз құрастырдық. Мына қос, жол, қор деген сөздер қандай сөздер? Жуан ба жіңішке ма? Жуан сөздер, иә? Ал жел, бер, тез деген сөздер жіңішке сөздер. Себебі олардың ортасында біреуінде жуан, біреуінде жіңішке дауысты дыбыс тұр екен. Солай ма? Ал жақсы. Енді балалар, сендердің қолдарында әріптер бар, дыбыстар бар. Қане дыбыстарды ала қойыңдар. Дайынбыз ба? Балалар, далада қандай жыл мезгілі болып жатыр бізде? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде қандай жауын-шашын түрі болады бізде? Не істейді? Қандай жауын-шашын жауады? Қар жауады. Бүгін бізде қар жауды, солай ма? Қар неден жауады? Бұлттан жауады. Дұрыс айтасыздар. Міне. Енді қазір сіздер қолдарындағы қаршалардан біреуіне жуан бұлттан түсетін дыбыстарды, біреуіне жіңішке бұлттан түсетін дыбыстарды жапсыруымыз керек. Келістік ба? Қолдарында қаршалар бар ма? Ұсақ қаршалар? Бар ма? Ал қане болай болса, бірінші топ келе қой. Бағжан, қандай бұлтқа жапсырасың, апарып жапсыра қой. Бағжан, тексеріп отырамыз балалар. Айни, тексереміз. Жапсыра қой. Жуан болса жуан бұлтқа, жіңішке болса жіңішке бұлтқа. Келесі, жан келе қой. Тез басайық. И дегеніміз, Бағжанға көмек керек. И дегені қай бұлтқа жапсырады? Жіңішке бұлтқа жапсырады. Жіңішке. Сен? Жан, қандай дыбыс сенде? Айта ғой. Жапсыр. Келесі, Асылжан. Қарап отырамыз, балалар, дұрыс емес болса, аяғымызбен топырлатамыз, дұрыс болса, қолымызбен шапалақтамаймыз. Отыра ғой. Келе ғой, Ажар. Кімде бар тағы? Кімге берші? Мединаға бере ғой. Медина келе ғой. Тез басайық, Медина. Жарайсың. Алдияр келе ғой. Қазір келеміз. Аяна келе бер жақында. Жуан болады дейді, балдар. Е дегеніміз жуан қарша болып жауып жатыр ма? Алдияр, е. Қатеңді түзе, Алдияр. Е дегеніміз жіңішке ғой. Жіңішке ғой. Е деген жіңішке болмай ма? Келесі Нұрислам келе ғой. Нұрислам келе ғой. Қане қараймыз Нұрислам. Жуан дейді. Жіңішке. Келесі кімде? Келе ғой. Қане ма? Келе ғой. Келе қане. Амина екеуің ба қалған? Ал қане? Жарайсыңдар. Балалар, сонымен бүгін біз қандай дыбыстармен таныстық? Жуан, жіңішке, дауысты дыбыстармен таныстық. Жуан дауысты дыбыстарға не жатыр? Қандай дыбыстар жататын еді? Жіңішке дауысты дыбыстарға? Жарайсыңдар. Сонымен балалар, бүгін біздер дауысты дыбыстың жуан, жіңішке болатын білдік. Бүгін сендерге сабақ ұнады ма? Иә! Ал жақсы, көңіл күйіміз қандай? Қане көрсетіп жіберейік, шелерінің қандай екенін көрейін, иә? Барлықтарына сабақ Жалғасбек көңілі бүгін түсіп келіп тұр. Жалғасбек?
көңілің шалқалып. Неге ұнамады ма? Бір нәрсе дұрыс орындамай қалдың ба бір жерде? Қателесті. Жалғасбек керемет өзінің жаңа бір жерде бізде қате жіберді, иә? Сөзді дұрыс жасалмай қалды, сондықтан өзінің қатесін біліп отыр, керемет. Ал олай болса балалар, үйден осы жуан және жіңішке дауысты дыбыстарды не істейміз? Қайталап, оқып, жаттап келеміз. Балақайлар қатты ұнаған ғане 2 күн алып алыпты, иә? Ал жар сенде бір не болды ма? Қай жерде қателестің? Қате болды ма сөз жазғанда? Дұрыс. Жуан және жіңішке дауысты дыбысты ажырата алмай қалды, иә? Керемет, өздеріңнің келесіде бұндай қателік жібермейміз ба? Жібереміз ба, жібермейміз ба? Жалғасбек, жақсы, олай болса бүгінгі сабақ аяқталды. Орнымыздан тұрайық.